Бұл видеоны барлық үй алам деген азаматтардың барлығына жіберіңіздер. Ипотека үй рәсімдейтін азаматтарға құнды ақпаратпен бөлісетін боламын достар. Көрмес бұрын бірінші подписаться етіп, міндетті түрде лайктарыңызды қойып комментарий жазыңыздар. Ол біткеннен кейін комментарий жазасыздар. Жақсы ма? Кеттік. Тақырыбы өте актуалды тақырып. Әрдайым үйді ипотекаға рәсімдеу үшін дайындық. Яғни ипотека рәсімдейтін кезде қалай дайындаламыз, сол туралы толық 4 қадамды айтып өтетін боламын. Ең біріншісі бұл сіздер кеңес аласыздар. Кеңесті қалай аласыздар, ол туралы айтып беретін боламын. Екіншісі несие тарихы, одан кейін 6 ай міндетті табысыңыз болу керек, және төртінші нақты ақпараттыңыз нақты білуіңіз керексіз. Міне осылар туралы толыққанды қазір сіздермен әрқайсысына тоқталып өтейік. Бірінші кеңес алу дейміз. Кеңес алудың жалпы ипотекаға рәсімдейтін кезде, үйді рәсімдейтін кезде, кеңес алатын кезде екі жол болады. Ең біріншісі бұл банктерге барасыз. Банктерге барған кезде әр банкке, қай банк сізге ипотека береді. Жалпы ипотекамен айналысатын банктерге. Ол жерге барғанда сіз не сұрауыңыз, не білуіңіз керексіз. Алғашқы жарна қандай керек, первоначальный взнос, қандай процентпен береді, қанша мерзім, қанша срокына, қанша уақытқа беріледі. Одан кейін соның бәрі есептегеннен кейін переплатасы, яғни артық төлемі қанша болады. Жалпы ол бағдарламаға қандай талаптар бар, мүмкін шектеулер бар шығар, соның барлығын білу керек болады. Және ең соңында ол банктың комиссиялары міндетті түрде ипотека рәсімдеген кезде міндетті түрде кез келген банктің өзінің комиссиялары болады. Дәл осы жолды таңдайтын болсаңыз, сіздің бір артықшылығы неде болады? Оның барлығы тегін ақпараттар аласыз, өйткені ол менеджерлер сізге кеңес үшін ешқашан ақша алмайды. Және уақыт, бірақ ол жерде кемшілігі деп айтайық, уақытыңыз өте көп кетеді, өйткені банкке барып, кезекте тұрып, әр менеджерден сұрап жүрем дегенше біраз уақытыңыз да кетеді, нервіңіз да кетеді. Ал енді кеңес алудың екінші жолы бар, ол ипотекалық брокерлермен солардан кеңес алу. Ипотека брокер. Қазіргі таңда ипотекалық брокерлер деп отырғанымыз, жалпақтымен айтатын болсақ, сізге ипотека рәсімдеп беруге көмектесетін тұлғалар. Енді оларды таңдайтын кезде менің сіздерге беретін кеңесім қандай азаматтарды таңдау керек, қандай брокерлерді таңдау керек. Ең бірінші сіздер мән беретіндеріңіз, ол адамыңыз сауатты, өте тәжірибелі болғаны жақсы. Неғұрлым сауаты көбірек және тәжірибесі мол азаматтар болатын болса, сізге дұрыс ақпарат беретін болады. Екінші, ресми жұмыс жасайтын азаматтар болу керек. Кейбір брокерлер бар, тек ауызша келісімшарт жасайды, ары қарай жұмысын жасап кетеді. Жоқ, ресми түрде өзінің келісімшарты, печаты болған дұрыс болады. Үшінші, отзывтарын бір қарап шығыңыздар. Яғни өзің тугисте болсын, жаңағы әлеуметтік желілерде болсын, YouTube каналдан болсын, соның отзывтерін бір оқып шығыңыз. Ол туралы қандай пікірде жалпы халық. Жалпы кез келген салада да отзыв көп әсерін тигізеді ғой, өздеріңіз білесіздер. Ары қарай әлеуметтік желідегі ақпараттар, яғни сол отзывтармен енді екеуі бір сөз енді былай айтқанда. Бірақ енді әлеуметтік желі, мына жерде мен жазып кетіп отқаным, бұл брокеріңіз әлеуметтік желіде белсенді ме, белсенді емес пе, жалпы Instagram парақша жүргізеді ме, YouTube канал жүргізеді ме, или жаңағы TikTok парақшасы жүргізеді ме, осының барлығын бір қарап шығыңыз, қандай деңгейде жүргізіп жатыр, жалпы оның клиенттері қаншама деген сияқты сол ақпараттарды бәрін зерттеп алғаныңыз өзіңізге дұрыс болады. Ары қарай сізге тағы бір беретін кеңесім, банк саласында қызмет жасаған болған болса, егер оның тарихында, яғни оның осы өзі брокерлікке келерге жолға дейін оның алдында банкте жұмыс жасаған болатын болса, онда тіпті жақсы болады. Ол тіпті ол азамат тіпті тәжірибесі мықты, өте сауатты азамат деп, или азаматша деп айтуға болады. Және әрине кейбір брокерлер бар, тек бір өзі ғана жұмыс жасайтын. Мен кеңес беретін командасы болса деймін. Командасы болса деген, яғни өзі емес, бірнеше азаматтар болып бірге жұмыс жасайтын болатын болса, өзі қол тимеген жағдайда әріптесі ары қарай сізді қосымша сопровождениеге, сүйемелдеуге алып баратын болады. Және міндетті түрде әрине өзінің офисі болу керек. Кейбір брокерлер бар, сауда үйінде бір жерде кездесіп, шай ішіп отырып әңгімелеседі, ауызша келісіп кетіп қала береді. Олардан қарағанда әрине офисі бар, ресми жұмыс жасайтын тәжірибелі болған дұрыс.
осы брокерлерге барған кезде сіздер не ұтасыздар? Қараңыздар, барлық бағдарламаларды олар сізге егжей-тегжейлі айтып бере алады да, соның ішінен ең тиімдісін сізге ұсынып береді. Яғни сізге осы бағдарлама сәйкес келеді деп. Әрине, ол кісілердің қызметі ақылы болады, оны өзіңіздің қалтаңызға сай, өзіңіз қарайсыз, ақысын төлей алсаңыз, әрине, оны алып жасағаныңыз жақсы. Енді төлей алмасаңыз, енді мұнда сізде тағы да бірінші жолы бар ғой, банктерге барып өзіңіз жасайтын. Ары қарай бұның бір артықшылығы, сіз әр банкке барып уақытыңызды жұмсап жүрмейсіз, уақытыңызды өте үнемдейсіз, керемет үнемдейсіз. Жалпақ тілмен айтқан кезде бүкіл банктерге баруға сізге бір аптадай уақыт кететін болса, сіз ипотекалық брокерге барасыз, асып кетсе 1 сағатта барлығын түсіндіріп, бәрін біліп қайтасыз. Яғни кәдімгідей бір апталық уақытыңызды үнемдейсіз. Міне достар, осылай дайындаласыздар. Ал дайындалу, ол кеңес алу, оның бірінші этапы ол кеңес алу. Кеңес алудың 2 жолы бар, жаңа айтып өттім. Кеңес алғанға тағы да не керек болады? Жаңа жалпы ипотека дайындалуға. Екінші менің ұсынатыным бұл несие тарихы. Несие тарихы дегеніміз жалпы халықтың арасында кредитный история деп үйреніп қалған, орысша негізінде несие тарихы. Несие тарихын алу үшін міндетті түрде сіздің электронды цифрлық қолтаңбаңыз керек болады. Орысша бізде бәріміз ЕЦП үйреніп қалған. Оны қайдан аламыз? Оны алатын жеріміз егов порталынан аламыз, егов.kz порталынан, немесе бірінші кредитный бюроның өзінің ресми сайты бар, 1kb.kz деген, содан аласыз. Осы екеуінен қалай ЕЦП кілті арқылы сіздің несие тарихыңызды аламыз, менің YouTube каналымда ол видеолар бар. Ары қарай оны алып аласыз электронды түрде, сосын кеңеске барғанда осылар міндетті түрде өзіңізге керек болады. Және бұның алып алғаннан кейін сіздер ішіндегі қандай жазулар қалай болып тұр, оның бәрін өздеріңіз білсеңіздер, өздеріңіз қарап шыққандарыңыз жақсы, бірақ маманға жүгінген одан жақсы болады. Әрине, бірақ өзіңіз түсінсеңіз, өзіңіз қарап алғаныңыз жақсы. Ары қарай міндетті түрде барлық банктердің 90% деп айтайықшы, арасында бар енді табысты растамай қалатын нұсқалар. Бірақ көп жағдайда 6 ай кемінде табысыңыз керек болады. 6 ай табысыңыз керек болады. 6 ай табысты қазіргі таңда сіз қайдан алуға болады? Оны Каспий қосымшасынан алуға да болады. Каспий қосымшасынан. Оны қалай алу керегін YouTube каналында ол да видео бар. Каспий қосымшасы арқылы соңғы 6 ай пенсионканы қалай алуға болады. Жалпақ тілмен айтқанда пенсионка деп айтады енді орысша, бірақ негізі зейнетақы төлемдерін қарау. Немесе электрон цифрлық қолданба арқылы, ЕЦП арқылы егов.kz порталынан ала аласыздар. Онда YouTube каналымда бар. Оның барлығын қарап өздеріңіз көріп алсаңыздар болады. Сөйтіп сіздер несие тарихын алып аласыздар, 6 айлық табысыңызды алып аласыздар, сонымен барып ақылдасасыздар. Ары қарай жалпы ақылдасуға барған кезде, рәсімде үйді ипотека рәсімдейін деп жүрген кезде сізде нақты ақпаратыңыз болу керек. Нақты ақпарат деген ол сізге байланысты. Менің белгілеп қойғаным, үйді қай районнан, қай ауданнан іздейсіз, сол керек болады. Яғни сіздің мысалға айталық Астана қаласы болатын болса, сіз левый беріктен аласыз ба, правый беріктен аласыз ба, қай ауданнан аласыз, мысалы жаңағы облыс орталығынан болатын болса, қай регионнан алайын деп жатсыз, немесе қай облыстың қай ауданынан алайын деп жатсыз, соның бәрін нақты банкке барғанда да, ипотекалық брокерлерге барған кезде де соны нақты айтсаңыз, оларға сізге дұрыс бағдарлама таңдап беру жеңілірек болады. Және нақты неше бөлмелі, кейбір клиенттер болады, келіп алып, білмеймін, маған 1 бөлме ма, 2 бөлме ма, мүмкін 3 бөлме ма деген сияқты өздері нақты білмей тұрады. Және қанша суммасы, яғни 15 миллион, 20 миллион көреміз ғой, қанша шығады, сосын сондай деген сияқты. Ондай болмайды. Нақты 18 миллионға мен іздеймін, нақты 15 миллионға, немесе 20 миллионға, немесе 25 миллионға деп өздеріңіз нақты бір ақпарат айтсаңыздар, ең құрғанда аралықты айтыңыздар. 20 мен 22-нің арасы, 18 мен 20 миллионның арасы деген сияқты. Сол неше бөлмелі, және тағы да нақты ақпараттарыңыз первичный рынок па, немесе вторичный рынок па, яғни алғашқы нарық па, немесе қайталама нарық па дейміз қазақша айтқанда. Бірақ енді көбісі ипотекалық брокерлердің барлығы, көбісі енді 90% деп айтайық, первичка, вторичка деп үйреніп қалған. Первичка деп отқанымыз құрылыс компаниясынан алатын үйлерді айтады. Яғни бірінші рет сіз өзіңіз қожайын боласыз. Ал вторичка деп отқанымыз кәдімгі жаңағы кіршада сатылып жатқан үйлер, бұлардың қолданысында тұрған үйлер. Ремонтмен болады, ремонтсыз болады дегендей. Именно қайсысын алғыңыз келеді сіз? Вторичкадан аласыз ба, немесе первичкадан аласыз ба?
сонда нақты өзіңізге шешіп алғаныңыз жақсы. Міне достар, бүгінгі берген ақпаратым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Жалпы осындай пайдалы ақпараттар менің YouTube каналымда өте көп. Осындай жаңа видеоларда, жаңа тың өзекті актуалды тақырыпта видеолар түсіріп тұратын боламын. Сондықтан берекелі ереке YouTube каналына міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, және осы видеоның таралуына атсалысып барша туған туысқандарыңызды, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Менің Instagram парақшам бар, берекелі ереке, TikTok каналым бар, берекелі ереке 1. Барлығына жазылып, осылай ақпаратты уақытылы алып тұрыңыздар. Амандық пен жақсылықта кешейік. Берекелі ереке, ерекең барда берекең бар.